Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен қазақ тарихында аты қалған Әз Жәнібек ханның ортаншы баласы Қасым хан Жәнібекұлы туралы айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын. Мен видеоның басында айтқанымдай, Қасым хан қазақ хандығын күшейтіп нығайтқанының арқасында тарихта өшпес аты қалды. Тарихи деректер бойынша Қасым хан 15 ғасырдың 70-90 жылдары қазақ хандығының сыр бойындағы қалалары үшін күрестерде басшылық еткен. Бірақ бұл кезде қазақ ханы Керейдің ұлы Бұрындық болды, ал Қасым хан болса әскери қолбасшы болды. Көп уақытқа созылған сыр бойы үшін күресте Қасым хан және Жәнібек ханның басқа да ұлдары қатысып, шайбаниттердің әскерлерін жеңіліске ұшыратып отырды. Олар ұлы далаға тиесілі Отырар, Сауран, Сығанақ секілді ірі қалаларды қайта қазақ хандығына қосып отырды. 15 ғасырдың басында Мұхаммед Шайбани хан Мауреннахрды бағындырады және соның арқасында көп күш жинап 1506-1513 жылдары қазақ хандығына тоқтаусыз 4 рет жорық жасайды. Бұрындық хан Шайбанит ханның алғашқы 3 жорығына төтеп бере алмайды. Соның кесірінен оның атағы мен беделі төмендей бастайды. Ал тарихи деректерде Қасым хан билікте болмаса да, оның беделі ханнан да жоғары болады. 1510 жылы Шайбани ханның 4-ші жорығы Ұлытау өңірінде, яғни Қасым ханның ұлысына бағытталған жерде өтеді. Онда Қасым хан әскері мен Шайбани ханның әскерін ойсырата жеңеді. Шайбаниттердің әскері болса сыр бойына дейін қашады. Қасым ханның осы жеңісінен кейін халық Бұрындық ханға қарағанда Қасым ханды билікке лайықты деп мойындайды. 1517-1521 жылдары Қасым хан қазақ хандығының батыс өңірінде белсенді саясат жүргізеді. Ноғайлардың бір бөлігі қазақ хандығына қосылып, шекара Еділге дейін созылады. Тарихи деректер бойынша Қасым хан 1521 жылы қайтыс болады. Оның денесі Сарайшық жерінде жерленеді. Қасым хан билік құрған тұста қазақ хандығы әскерінің саны 200 мыңға жетіп, ал қазақ халқы 1 миллионға жетеді. Шекара болса батыста Еділге, оңтүстікте Ташкентке дейін жерді қамтиды. Ал Қасқа жолы деген заң негізінде Қасым ханның кезінде жасалған болатын. Тіпті әйгілі ортағасырлық тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің өзі Тарихи Рашиди кітабында қазақ хандары арасында Қасым хандай құдіретті ешкім болмаған деп жазып кеткен. Осымен видеом аяқталды. Сіздермен болған қазақша арнасы.